Хо-хо-хо! Сонымен ойнағыларың келе ме? Бұл жаңасы. Соник! Қарға қалай қарайсыңдар? Тым оңай. Ал қане, мен ұстап көріңдер. Бұл жағдай мен ойлағаннан да керемет. Мен осындайды жақсы көремін. Тамаша, қысқы салдат. Нақыл сесімді жігіт жұдырықтасудан өте нашар екен. Компасты маған бер. Сен менің күшіме теңгере алмайсың. Мен осы үшін өмір бойы жаттықтым. Ал мен мүлдем жаттыққан емеспін. Сонда да сенің алдыңды орап кеттім. Мұның ұят болды. Менің сақиналарым. Ешкім саған ашуланудың өте қатты зиян екенін айтпады ма? Мені болмайтын әзілдеріңмен мазақ ете берме. Сен мен туралы түк те білмейсің, кірпі. Жарайды, білемін. Сенде ихидналардың жайдан жай келіп біреудің өмірін құртатын әдеті бар. Өмірімді құртып жатсың дейсің бе? Бұл да әзілің бе? Мен мұны сенің кесіріңнен бәрін жоғалттым. Менің тайпам өзінің ұлы жеңісінің алдында тұрды. Осы кезде үкі жауынгерінің соңғысы табылған болатын. Көп ұзамай үкінің зібәржат құпиялары біздікі болады. Бірақ әкем шайқасқа қатысуыма кедергі жасады. Ол менің тайпама әлі-ақ көмегім керек болады деді. Тек бұл сәт емес еді. Бұл оның айтқан соңғы сөздері болды. Мен оны соңғы рет осы кезде көрдім. Сол күні екеуміз де бәрінен айырылдық. Көріскенше Соник. Жоқ! Соник, сенде бәрі дұрыс па? Мені алдадың. Жоқ, менің ондай ойым болмаған. Тейлз, компасты алдап бұл жерден кет. Көріскенше ақымақтар. Тейлз! Тейлз, қане көзіңді аш. Ол компас емес түлкіні таңдады. Әрине солай. Жаңа дос деген сол баяғы аяныштылық. Жоқ. Біз бұл жол шынымен қиындыққа тап болдық. Қане Тейлз, біздің бұл жерден тезірек ұшып кетуіміз керек. Көріскенше балақайлар, қар көшкінінен ләззат алыңдар.